Қыздар, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен өте бір маңызды, көп адамдардың энергиясын алатын бір құнды бір тақырыппен бөліскім келіп тұршы. Сол қалай айтсам екен, дұрыс білім алмағанның себебінен, діни манипуляциялардың себебінен көп адамдар осы шешілмеген сұрақ үшін өмірлерін құртып алады, энергияларын құртып алады. Ол қандай? Ол ата-анамен қарым-қатынас жайлы айтқым келіп тұр. Жалпы қыздар, ата-ана деген ата-ана бар, иә, біз бармыз және біздің отбасымыз бар, иә. Көбінесе осы ата-анаға көп энергия құртатын ересек адамдар бар. Мысалы, ол біздің поколение, если честно, өте көп жаңағы әке-шешесінің алдында чувство вины испытывать ететін, мен әкеме жақсылық жасамадым, машина әпермедім, ойбай, мен оларды қажылыққа апармадым, мен оларды санаторийға жібермедім деген сияқты, мен оларға қарсы келмеуім керек, ойбай, мен оларға жақсы бала болуым керек деген сияқты чувство винімен өсіп жатқан поколение, өскен поколениеміз, иә. Енді бұның қиянатын айтайыншы, бұның жаңағы зияны то, что біздің мына ата-анамызға кетіп жатқан энергиямыздың салдарынан біздің бала-шағамыз бізден ана ретінде, әке ретінде өздеріне керекті хақыларын ала алмайды. Жалпы махаббат, энергия деген нәрсе, қыздар, иә, забота деген нәрсе, ол жоғарыдан төменге қарай құйылатын нәрсе. Яғни бізді әке-шешеміз өмірге әкелді, бізді туды, бізге берерін берді, все бізге берді ма? Біз соны наполняться етіп алып, сонымен наполняться етіп алып, біз соны бала-шағамызға беруіміз керек. То есть энергия течет сверху вниз. Но когда біз вот я недостаточно дала внимание своим родителям, оларға жеткілікті түрде ананы бүйтпедім, бүйткенде сөйтер еді, сөйткенде бүйтер еді деп өкініп өткен нәрсемен жүрген кезде, біздің мына жақта біздің махаббатымызды алу керек бала-шағамыз, иә, біздің мына жүрегіміздегі Алла берген махаббатты алу керек, внимание алу керек, защита алу керек бала-шағамыз, отбасымыз как бы өзінің долясынан қалады. Яғни біз олардың ақысын алып қоямыз. Яғни біздің бала-шағамыздың бізде ақысы бар. Махаббат алу керек, защита алу керек, энергия алу керек, иә. Но мы что делаем? Сол энергия, соларға беру керек махаббат энергияның барлығын әке-шешемізге жіберіп жүреміз ғой. Хотя они от нас ничего вроде бы не требуют. Даже требовать еткен күннің өзінде де мы им ничего не обязаны. Но это не говорит о том, что сіз оларға көмектеспеуіңіз керек, сіз оларға жақсылық жасай алмауыңыз керек. Надо делать из чувства «хочу», понимаете? Яғни, ойбай, мен жаман бала боламын, егер мен әке-шешемді ойламасам деп, өзіңізді чувство виныдан или там бір өзіңіздің әке-шешеңіздің махаббатын сатып алайын деген нәрседен оларға жақсылық жасайтын болсаңыз, бұл жердегі ниет дұрыс емес, қыздар. Ол жерде сауап жоқ. Ол жерде уже шайтан араласқан. Надо делать из чувства «я хочу». То есть өзіңізді толтырасыз, өзіңізді наполняйте, өзіңіздің алатыныңызды алып, бала-шағаңызға бәрін беріп, солардың жағдайын жасап, солардың жанын тыныштандырып қойып, артылғанын әке-шешеге беруге болады, қыздар. Понимаете? То есть, когда у тебя страдают твои аманаты, когда сенің бала-шағаң страдать етіп жатыр, аманатқа қиянат жасауыңнан, оларға сенің вниманиең, махаббатың жетіспегеннен, иә, и сен соларды зарлатып қойып, мына жақта әке-шешеңе угождать етіп жүрсең, значит, ты до сих пор ребенок. Сен әлі бала позициясындағы адамсың деген сөз. Надо сепарироваться, қыздар. Надо сепарироваться от родителей. Научиться им говорить в каком-то месте нет. Мама ренжімеңші, дәл қазір бере алмаймын, менде болмай тұр. Мама ренжімеңші, дәл қазір менің уақытым болмай жатыр. Мен қазір бірінші Алланың алдындағы аманатын бала-шағама дұрыс қарым-қатынас жасауым керек деп. Просто білесіздер ме, қыздар, ақыретте адамдардың жан дүниесі сөйлейді. Ал біздің жанымызға Алла бұйырып қойған аманаттарымызға қиянат жасамауды. Енді ақыретте, егер де біздің бала-шағамыз бізге ренжитін болса, иә, ақыретте Алланың алдына барған кезде біз не істейміз? Біз әке-шешеміздің жағасына жармасамыз. Неге сендер менен требовать еттіңдер? Неге сендер маған обязансың деп еттіңдер? Неге сендер маған намекать еттіңдер? А мен из-за чувства вины, мен мыналарға беру керек нәрсені сендерге бердім. Мен мыналардың ақысын жедім из-за того, что вы меня неправильно воспитали, из-за того, что вы мне неправильно внушили деп қиянат жасаймыз. Түсінікті ме, қыздар? Сол үшін не істейміз? Бірінші бізге Алла аманат етіп кімді тапсырды? Бала-шағамызды тапсырды, отбасымызды тапсырды. Біз соларға көңіл бөлеміз, соларды бақытты етеміз. Сонан кейін барып артылған әке-шешемізге берген кезде будут правильные отношения. И даже если сіз әке-шешеңізге
ештеңе алып бермей, просто оларға мама, папа деп жылы сөйлеп, жылы қабақ танытып, оларға обида ұстамағаныңыздың өзі зор үлкен сауап болады. Тогда вы будете показывать правильный пример своим детям. Қалай сіз оларға әке шешемен қарым-қатынасты көрсетесіз, анаңызды сыйлайсыз, әкеңізді сыйлайсыз деп оларды жамандап, ойбай, менің кезінде әке шешем маған андайды бермеді, мындай бермеді деп жүретін болсаңыз, соответственно, ваши дети тоже будут к вам так относиться. Поэтому зрелая позиция осы нәрсенің ара жігін ажыратып үйрену, қыздар. Яғни осы эфир арқылы, осы қысқа ғана жаңағы рилс арқылы, білмеймін там, эфир арқылы осы дүниені түсініп алатын болсаңыздар, сіздердің өмірлеріңізде порядок болады, қыздар. То есть мы проводники. Біз арқылы Алла Тағала біздің бала-шағамызға өзінің махаббатын береді. Это не мы любим своих детей. Аллах любит свои создания через нас. Также Аллах любил через родителей нас. Но, к сожалению, біздің ата-анамызда ол кезде жаңағы Алламен қарым-қатынас дұрыс болмады, олардың өздері махаббатқа пенде болды, оларды ешкім жақсы көруді үйреткен жоқ бала-шағаны. И в итоге страдали мы. Мы-то думали, что нас никто не любит, біз ешкімге кер жоқпыз, біз Аллаға да кер жоқпыз деп ойладық. Но это потому, что наши родители өздерінің білімсіздіктерімен присвоили любовь Аллаха, которую любовь давал через них нам. И мы такие думали, что с нами что-то не то. Что бізді тек қана условно ғана жақсы көру керек деп. Түсініп ме, қыздар? Осы эфирді сақтап қоямын, бұйырса осы эфирді мен пазл курсына да саламын. Чтобы уже как бы понятно было, что такое любовь, отношения с родителями.